Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? ОБТ тапсырушы 11 сыныптың оқушыларына және жас ұстаздарға пайдам тисін деген мақсатта осы ромбыға байланысты бір есептің видеосын түсірмекшімін. Сонымен ромбының диагональдары ғана берілген екен, бірі 8-ге тең, бірі 15-ге тең. Осы арқылы бізге несін табу керек екен? Ромбының биіктігін табу керек екен. Сонда ромбының биіктігін тауып алуымыз керек екен. Ал енді ОБТ-ға баратын оқушы міндетті түрде формула білу қажет. Сондықтан біз бүгінгі ромбының диагональдары арқылы биіктігін табу үшін мынау тұрған екі формуланы білуіміз қажетпіз. Негізгі формула ашты табу үшін мынау тұрған екі қатынас арқылы табылады, ал бірақ оның ішінде бізге А деген ромбының қабырғасының мәні жоқ. Сондықтан ромбының қабырғасының мәні диагональдардың квадраттарының қосындысы 4 еселенген А квадратқа тең деген формуланы пайдалануымыз керекпіз. Сондықтан бұл жерден біз А-ның мәнін тауып аламыз. Енді 8-дің квадраты қосамын 15-дің квадраты тең 4А квадрат. 8-дің квадраты 64, оған қосамын 15-дің квадраты 225 тең болады 4А квадратқа. Енді қосайық. 4-ке 5-ті қосамын 9, 2-ге 6-ны қосамын 8, 289 тең болады 4А квадрат. Бұл жерден А-ның мәні А квадраты табам, сондықтан 289-ды 4-ке бөлемін. Енді квадраттан құтылу үшін түбірдіге аламыз. Сондықтан 4-тен 289 деген түбірдің ішіне кіреді да, 4-тен түбірден 2 шығады, 289-дан 17 деген сан шығады екен. Міне сонымен біз қабырғасының мәнін тауып алдық. Ол 2-ден 17 деген сан шығып отыр. Енді алып барамыз, мына тұрған қатынасқа барып қоямын. Ромбының қабырғасының мәні табылды, 2-ден 17-ге тең. Енді берген қатынасқа екінші формулаға алып салып, біз ашты тауып көрейік. Енді бір диагоналымыз 8-ге тең, екінші диагоналымыз 15-ге тең. Одан 4 еселенген А-ның мәні 2-ден 17 болып тұр. Тең болады H бөлінген 2. Бұл жерде бізге пропорция берген 6 сыныптың пропорциясы. Сондықтан 6 сыныптың пропорциясы бойынша ішкі мүшесін табу үшін сыртқы мүшелерін көбейтіп, оны белгілі ішкі мүшесіне немесе ортаңғы мүшесіне бөлеміз. Енді 8 көбейтемін, 15 көбейтемін 2, мына жерде 4 пенен 2 қысқарып кетеді, сонда 2 еселенген 17 болады екен. 2 менен 2 қысқарады тағы, енді қалған қысқаратын жоқ, сондықтан ары қарай көбейтеміз. 8 жердегі 5-ім 40, 0 түсіп 2 ойда, 8 жердегі 1-ім 8, ойдағы 4-ті қосамын 12 болады. Оны бөлемін 17-ге. Енді ары қарай 120-ны 17-ге бөліп көрейік. 120-ны 17-ге мына жерге қысқаша неге бөліп көрейін. 120-ны бөлемін 17-ге. 120-дан қайтарамын, 7-ден беремін, 119 деген сан қалады. Сонымен қалдық 1-ге тең. Енді жазар 7,17-ден 1 деген сан шығады екен. Міне сонымен берілген есепте ромбының жауабы, сонда ромбының биіктігі 7,17-ден 1 деген сан шығып отыр. Құрметті көрермен, осымен ромбыға байланысты бір есебіміз аяқталады. Хош, сау болыңыздар. Рахмет.